сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз шежіре жеті ата. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты білім алушылардың шежіре туралы түсініктерін арттыру, өз түп тамырын және отбасы тарихын білуге, адамгершілікке тәрбиелеу, шежіре туралы түсініктерін арттыру, өз түп тамырын және отбасы тарихын білуге, ата-бабаларын сыйлауға тәрбиелеу. Шежіре. Қазақтың шежіре сөзі арабтың шаджарат сөзінен шыққан. Ата тек генеалогия деген мағынаны білдіреді. Шежіре тарихи этнографиялық және антропологиялық деректер мен мұралардың басты көзі. Шежіре адамдардың шығу тегін, ру тайпасын анықтайтын құнды құрал. Шежіре қазақтардан басқа башқұрттар, татарлар мен қырғыздардың арасында кеңінен таралған. Ең алғашында шежіре ауызша таратылатын болған, ал оны білу әр адамның міндеті саналған. Ел ішінде шежірені жинайтын әрі тарататын шежіреші болған. Мұндай адамдар тек өз жұртының ата тегін ғана емес, бүкіл ұлттың, рудың тарихын білген. Тарихи деректерге сенсек, Қазақ хандығы тұсында жоңғарлардың шежірешілерді іздеп тауып, олардың көзін жойып, шежіре кітаптарын өртеумен айналысатын арнайы жасағы болған деседі. Кейіннен шежіре жазбашаға ауысып, кей кездері өлең шумақтары ретінде сақталған. Шежіреде арғы ата-бабалардың есімдерінен бөлек, руға, тайпаға қатысты айтулы оқиғалар, аңыздар жазылатын болған. Сонымен қатар, орта ғасырларда шежіре киізден жасалған кітапқа жазылады екен. Орта ғасырларда шежіре туралы мәліметтер Өтеміс қажының Шыңғыс намесі, Хафиз Таныштың Шараф-наме-и-Шахи кітабы, Бахадүрдің Түрік шежіресі, Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди еңбектерінде кездеседі. Кейіннен ел арасында жиі айтылып жүрген тарихи оқиғалар 20 ғасырдың соңында қағазға түсіріліп жинала бастады. Осы тұста шежіре туралы Шәкәрім Құдайбердіұлы Түркі Қырғыз Қазақ һәм хандар шежіресі кітабы жарияланды. Шәкәрімнің бұл шығармасы туралы Әлихан Бөкейханов мұнан бұрын қазақ шежіресі қазақ тілінде кітап болып басылған жоқ. Шәкәрімнің бұл кітабы қазақ шежіресінің тұңғышы. Қазақ шежіресін білмек болған. Аға, іні іздегенді осы кітаптан табасың. Енді бұнан былай қазақ шежіресін жазбақ болған кісі Шәкәрім кітабын әбден білмей қадам баспа деген. Қазақтар 10-нан 25-ке дейінгі арғы ата-бабаларының есімдерін білетін болған. Қазақтар үшін шежіре үлкен маңыздылыққа ие. Бұрынғы салт жоралғыларға сәйкес шежіре ер адамдардың жолымен беріледі. Десек те, шежірелік кітаптарда аты елге танылған әйелдердің де есімі жазылатын болған. Сонымен, шежіре ер адам жағынан туыстық қатынастың тізбегі, генеалогиялық тармақтары, жоғарыда айтылғандай қазақтар 10-нан 25-ке дейін арғы ата-бабаларының есімдерін білетін болған болса, қазіргі күні бұл 7-ге дейін қысқарып, шежіренің ең қысқа бөлігі 7 ата аталып кеткен. 7 ата қазақ халқының дәстүрлі салт санасындағы адамның ата жағынан тегі таралуының нақтылы жүйесі. Бала өзінен бастап әкесі, атасы, бабасы, тағы басқа 7 атасының нақтылы есімдерін кішкентайынан жаттап өседі. Бұлардан тараған ұрпақтар бір атаның балалары саналады. Ал екінші жағынан баладан тарайтын ұрпақ әкеден төмен қарай жалғаса береді. Ағайындықтары 7 атаға толмай жақын жуықтар бір-бірінен қыз алысып қыз беріспейді. 7 атаға толғаннан кейінгі күннің өзінде бір рудың жастары некелесетін жағдай туса, ру ақсақалдары бір пәтуаға келіп, боз биені сойып, қан шығарып, баталасып барып рұқсат ететін болған. Бұл дегеніміз қан тазалығын бұзбау.
Мұндай құқықтар мен міндеттер жүйесі бір тұтас әдеп деңгейінде көрініс тапқан. Жеті ата ұстанымы бүкіл қазақтың бойында еш мәжбүрлеусіз, мейлінше тегеурінді рухани бірлік сезімін терең сіңірді. Ол этникалық тұтастықтың қуатты арқауы, темірқазығы болды. Сонымен тақырыбымызды қорыта келе, шежіреге қарап, рулар өз әдет-ғұрып, салт-дәстүрін ажырата білген. Қазақ үшін салт-дәстүрді сақтау маңызды дүние болып қалады. Бүгінгі күнге дейін сақталып келе жатқан салт-дәстүрдің болуы сол шежіренің арқасы. Қазақтың осындай құндылығын сақтап қалу үшін Төле, Қазыбек, Әйтеке билер 300-ге бөлініп, Төле ұлы жүзге, Қазыбек орта жүзге, Әйтеке кіші жүзге би болып, шежірелерін қалыптастырды.